Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін енді мектебіміздің қабырғасында осы парламенттік сайлау өткелі отыр. Бұл енді бірнеше жылдар қатарынан сайланған президенттер болатын болса, өзінің мерзімі келгеннен қайтадан сайлаулар жүргізіледі. Сол сияқты биылғы да осы парламенттік сайлаудың кезекті мерзімі келіп отыр. Қайтадан жаңадан сайлауымыз керек. Сол үшін барлық оқушылар толығымен атсалысып, белсене түрде қатысып, осы сайлауға өз дауыстарын беру керек. Сайланған парламент сайлаудан жеңіп алған президентіміз бар, министрліктер бар. Олардың барлығы да осы мектептің ары қарай оқушылармен бірлесе атқаратын жұмыстарына өздерінің көптеген үлестерін қосып қызмет атқару керек. Дәл сондай жаңағы мен ойлаймын, президент сайланып, ары қарай жаңағы тығыз қарым-қатынаста тәлімгермен, мектептің мұғалімдерімен, басқа жаңағы сынып оқушыларымен бірлесе отырып, жұмыс атқара отырып, біздің мектебіміздің дәрежесін әлде көтереді деп ойлаймыз. Сондықтан да осы сайлауға белсене түрде қатысуға шақырамын. Бүгінгі осы парламенттік сайлауды ашық деп жариялаймын. Мектебімізді алдыға қарай шешіп, оқушыларға үлгі болатын осылай үміткерді таңдауларыңызға тілектеспін.